Саламатсыздар ма? Мен 125 жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Ахмедиева Сандуғаш Мұхтаровна. Қызықты әдіс тәсіл. Инсерт, белсенді оқу әдісі оқушылар мәтінді оқи отырып арнайы белгілер қояды. Маған белгілі ақпарат, мен үшін жаңа ақпарат, мен күтпеген қызықты ақпарат, менің бұрынғы түсінігіме қайшы ақпарат. Оқып болған соң, осы белгілер бойынша мәтінді талқылап, негізгі ойларды қорытындылайды. Бұл әдіс мәтінді терең түсінуге көмектеседі. Екінші, құпия қорап әдісі. Мұғалім алдын ала қораптың ішіне сабақ тақырыбына байланысты зат немесе сұрақтар салады. Оқушылар қораптан бір затты немесе сұрақты алып, оның сабақпен байланысын түсіндіреді. Бұл әдіс шығармашылық ойлауды және тақырыпты зерттеуге деген қызығушылықты дамытады. Қорыта айтқанда, заманауи әдіс тәсілдер оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың қызығушылығын оятуға және білімді терең меңгеруге көмектеседі. Сабақтың қорытынды кезеңінде рефлексиялық әдістерді қолдану маңызды. Себебі бұл оқушыларға өз білімін бағалауға, негізгі ойларды түйіндеуге және болашақта қалай қолдануға болатынын түсінуге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.